Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз өте керемет әрі дәмді восточный пахлава жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге ұн, бөлме температурасындағы сары май керек болады. Сосын оны осылай жақсылап үгітіп араластырып аламыз. Сосын қаймағымызды, жұмыртқаның сарыуызын, шым-шым тұз, растворитель салып жақсылап араластырамыз. Сол кезде біз оны илеп холодильникке 20-30 минутқа қоямыз. Жұмыртқаның ақуызы мен шекерді жақсылап араластырып, аппақ болғаннан кейін бетіне жаңғағымызды салып, начинкасын дайындап қоямыз. Кейін біз холодильниктен қамырымызды алып, оны 4-ке бөлеміз. Бір бөлігін арнайы пісіріп аламыз жайып. Сосын біз қалған 3 бөлігін жайып, астына бір қамырды тастап, сосын начинкамызды саламыз, және де 2 қамырды тастап, тоже начинкасын жағамыз. 3-ші қамырымыз піскен қамыр, яғни оны қойып, бетіне начинкасын қоямыз. Сосын біз бетін қаптап, әдемі шетін барлығын жауып шығасыздар. Сосын жұмыртқаның сары уызын, ақуыз араласқан бір жұмыртқаны салып, бетіне әдемілеп жағасыздар. Сосын 2-ші қамырға жеткізбей сәл ғана кесіп шығасыздар. Кейін біз оның бетін әдемілеп әрлейміз өз қалауларыңыз бойынша. Сосын біз осыны пешке жіберіп, осылай піскеннен кейін жақсылап барлық бөлімдерін әдемі кесіп шығамыз. Сосын бетіне әсет суымызды құйып, пешке 15 минутқа қайта қоямыз. Сосын міне алдық, дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.